Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Бекзат қаладан ауылға келгелі бір апта болды. Ермегі үйден шықпай, күні-түні кітап оқу, қарт анасы Әсия баласының асты үстіне түсіп, бәйек болып жүр. Құлыным-ау, жүдеп кетіпсің ғой, ауырып жүрсің бе деп, қарт ана бар тәуір дәмдісін алдына тосуда. Жоқ апа, уайымдамаңыз, жұмыстан шаршағаным болмаса, бәрі жақсы деп, Бекзат анасынан бойын ауыр дерт билеп жүргенін жасырып қалды. Осы күні Бекзаттың бар уайымы анасы, алда-жалда маған бір нәрсе болып қалса, анамның жағдайы не болар екен? Менен басқа ешкімі жоқ қой деп, ішінен күрсініп қояды. Бекзатқа дәрігерлер әрекетсе 6 ай өмірі қалғанын айтқанда, ол өзі үшін емес, анасы үшін қайғырған болатын. Әсия апаның өмірінің бар мәні мен мағынасы, көзінің ағы мен қарасы осы. Жалғыз ұлы Бекзат келін түсіріп, немере сүйер шағында баласының ауыр дертке ұшырағанын естісе, ана жүрегі шыдай алмас. Бекзат барынша бойындағы дертін жасырып жүр. Бірақ ана жүрегі бір нәрсе сезгендей. Соңғы күндері Әсия ападан да маза кеткен. Балам, жасым болса келді. Жұрт құсап, келін жұмсап, немере бағып, сені қызығыңды көргім келеді. Көңіліңе қонымды біреу болса, үйленсеңші, 30-ға келдің ғой деп, Әсия апа баласының жанды жеріне пышақ сұққандай болды. Бекзат әдеттегідей үндемей шығып кетті. Апау, менің мүлде уақытым қалмады ғой деп ішінен темекісін тұтатып, терең дем алды. Көрші үйдің Асылым есімді бойжеткен талдырмаш қызы бар. Асылым Бекзат қалада болғанда Әсия апаға келіп, үй шаруасына көмектесіп, бірге отырып әңгіме дүкен құратын. Бүгін де қолына бауырсағын алып, Әсия апаға келгенде Бекзатты көріп, таң қала, аға, сіз бе, сәлеметсіз бе, қашан келгенсіз? Әсия апа сізді келет деп айтпады ғой деп, Бекзатты сұрақ астына алды. Сәлем Асылым, өсіп қалыпсың. Сені көрмегелі біраз болыпты. Соңғы көргенімде кішкентай ғана қыз едің, деді Бекзат таңданысын жасыра алмай. Кеше ғана шашын екі жаққа өріп, мектебіне асығып бара жатқан кішкентай қыз бүгінде шашын жайып жіберген. Көрсе, көз тоярлықтай бойжеткен болған. Аға, сіз де айтады екенсіз, ауылға келмей кеттіңіз, уақыт деген орында тұрмайды ғой, деді Асылым күліп. Иә, дұрыс айтасың, уақытты тоқтатып қою мүмкін емес. Айтпақшы, мен жоқта апама қарайласып жүргеніңе рахмет, деді Бекзат ризашылығын білдіре. Ой аға, сіз де рахмет айтатын нәрсені тапқан екенсіз деп, Асылым үйге кіріп кетті. Бекзат болса, соңынан қарап ұзақ тұрды. Осы сәтте Бекзаттың жүрегінде бір жылулық пайда болып, үміт отынын жаққандай болды. Жанына батқан тән дерті аз болғандай, Бекзат осы күні жан дертімен де алысып жүр. Құдайдың құтты күні апалап келіп жүрген Асылымды көрген сайын, аз қалған ғұмырына өкпесі арта түсетін. Ішіндегісін Асылымға айтып салғысы келгенмен, жалған үмітпен уәде бере алмайтыны тағы бар. Ол үшін Асылым жаңбыр тәрізді таза еді. Асылымның көздеріне қарап, тас талқан болған тағдырын қайта құраушы еді. Көрші үйдің ауласынан Асылымды көргенде, көз тартар келбетіне сүйсініп, ұзақ тұратын. Асылым қалың бұлт арасынан жарып шыққан күндей болса, сұлулық әлемге жар салып мақтанатындай ақ еді. Күн сәулесіне шағылысқан қою қара шаштарын кербездене артқа сілкіп жібергенде, Бекзаттың жүрегі орнынан селк етіп қозғалып, қайта түсетін. Өзгелерге жер басып жүрген көптің бірі болса, Бекзат үшін осы бір ару періште іспетті еді. Үйде жата беріп жауыр болған Бекзат бүгін көшеге шығып, ұзын жолдың бойымен бойлап жүріп келеді. Күн ясына батып, қараңғылық жер бетін иемденген уақыт еді. Жан-жағына ауық-ауық қарайлап қояды. Онысы сол баяғы Асылымды көріп қалам ба деген үміт. Міне, бағанадан бері іздеген адамының сұлбасы
көзіне оттай басылды. Қадамын тездете Асылымның қасына жетіп барды. «Қалайсың, Асылым? Сәлеметсіз бе аға? Жақсымын. Қайдан келе жатырсыз? Кешкі салқынмен серуендеп, өзімше жеңгеме көмектесіп келе жатыр едім», деді Асылым жүрісін тездете. «Асығыс сияқтысың ғой», деді Бекзат. Осы күні тез жүрсе ентігетін болған. «Аға, сізден сұрағым кеп жүрген бір нәрсе бар еді», деп Асылым әдеттегіше шашын артқа қайыра айта бер дегенде Бекзат басын изеді. «Қашан үйленесіз? Қате түсініп қалмаңыз, менің уайымым Әсия апаның қамы ғой. Сізді қашан келін әкеледі деп сарғайып күтіп жүр», деп табиғатынан тіке сөйлейтін Асылым сұрақты төтесінен қойды. «Сол бір сұлу кездеспей жүр ғой», деді сасқалақтап бұндай сұрақты күтпеген Бекзат. «Қойыңызшы аға, сіз де айтады екенсіз. Қалада не көп, қыз көп қой. Біреуінің етегінен ұстамайсыз ба?» деді Асылым жай ғана жымиып. «Қалауым осы ауылда болып тұр ғой», деген сөздің аузынан қалай шығып кеткенін Бекзат та байқамай қалды. Ол бақытты ару кім екен деген Асылымға шынын айтуға батылы жетпей, Бекзат әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді. Үйіне келген Бекзат ұйықтай алмады. Бірде аз қалған ғұмырына өкпелесе, енді бірде қалған ғұмырында махаббатты сезіндірген тағдырына риза болып таңдатырды. Әсия апа болса күндегідей дастарханды жайнатып қойған, баласына тамақ жемейтін болыпсың деп сөйлеп жүр. «Қаланың қолжетімді тамағын ішіп, асқазаныңды құртқансың ғой. Сен бала үйленбесең, көрген күнің осы», деп Әсия апа Бекзаттың құлағын жауыр қылған әңгімесін тағы бастады. «Апау, үйленбей жүрген жалғыз мен ғана ма екен? Үйленбей де өмірден өтіп кетіп жатқандар бар ғой», деді Бекзат. Анасының алда болар сұмдыққа дайындағандай. «Тәйт, не деп тұрсың? Бетімен сөйлеме. Құдайдың құлағы бірде ашық, бірде жабық деген жақсы сөз жарым ырыс, дұрыс сөйле», деп Әсия апа ренжігенде болды. Баласының санаулы ғұмыры қалғанын ол кезде ана жүрегі сезбеген еді. Таңғы асын ішіп болып, далаға шыққан Бекзат ауласында жылап отырған Асылымды көрді. Бұл көрініске шыдай алмаған ол Асылымның жанына барып не болғанын білмек болды. Жақындап келіп, «Асылым, неге жылап отырсың?» деді қасына отыра. «Жай аға, маңызды емес», деді жасын сүртіп. «Асылым, менен ештеңе жасырма», деген Бекзаттың сөзін Асылым түсінбей, не болғанын айтпастан үйіне кіріп кетті. Сол күннен бастап Асылымның көңіл күйі болмай жүрді. Бекзат болса не болғанын біле алмай, дел сал күйге түсті. 2-3 күнде Бекзат үшін қымбат жанға айналып үлгерген арудың жанарындағы мұңға Бекзат өзі батып бара жатқандай еді. Бұдан әрі шыдай алмаған ол ауласында шаруа жасап жүрген Асылымның қасына барып, «Асылым, кешке кездесіп сөйлесейікші. Өкімдік болса, оңаша саған айтар әңгімем бар», деді бойындағы бар батылдығын жинап. Бекзаттың тосынан жасаған бұл қадамы Асылымды біраз абдыратып тастады. Бар болғаны басын изеп, келіскенде болды. Бекзат Асылымды уәделескен талдың баурайында күтті. Не де болса, бүгін сезімін ашық айтпақшы. Бірақ өмірінің соңғы айларын сүріп жүргенін қалай айтпақ? Алдымен Асылымның өзіне деген көңілін білмекші. Себебі Асылым осы күнге дейін оған еш үміт беріп, ыңғай танытпаған. Аздап кешігіп Асылым да келді. «Аға», деді келе сала. «Мені не үшін шақырдыңыз? Тыңдап тұрмын», деп Асылым бірінші болып сөз бастады. «Мен саған алаңдап жүрмін. Мұңлысың ғой. Соңғы кезде көңіліңді көптік қылған не мәселе?» деді Бекзат жақындай түсіп. «Аға, сізге ішімдегін айтсам, қалай болар екен?» деді Асылым жанарын алысқа тастап. «Мен жауапсыз махаббаттың құрбаны болдым», деген Асылымның сөзі Бекзатқа ауыр тиді. Аздаған үнсіздіктен кейін Бекзат, «Мүмкін сенің нағыз махаббатың ол емес шығар.
Сені кері итерсе, демек сенің адамың емес, деді Бекзат. Асылым жауап қатпады. Тек көзінен аққан жас тамшылары Бекзаттың жүрегіне барып, мұз болып қадала берді. Бекзат Асылымның көз жасын сүртіп, өтінем, тек сен жыламаш. Сенің көз жасыңды көру мен үшін өте ауыр деген Бекзатқа Асылым алғаш рет аға ретінде емес, жігіт ретінде қарады. Сол түні олар ұзақ сырласты. Бекзаттың қасында Асылым жауапсыз махаббатын ұмытқандай болды. Асылымның үйінің жанына келіп, қоштасар сәтте, Бекзат маған жүрегіндегі жараны жазуға мүмкіндік бер. Мен ол адамды ұмыттырамын деп, Асылымды құштарлана құшағына қысты. Сол сәтте-ақ Асылым үшін Бекзат та қымбат жанға айналған тұғын. Асылым бұл махаббат ол үшін үлкен сынақ боларын білмегенмен, Бекзат бәрін білген еді. Қанша өзін жазғырып, бұлай жасамауым керек еді, болашағы жоқ махаббатты өрбітіп нем бар еді деп, өзін кінәлі сезінгенмен, Асылымға деген махаббатының алдында қауқарсыз еді. Осы күні Асылым екеуі айырылмастай ғашықтарға айналған. Асылым болашаққа көз жүгіртіп, талай нәрсені жоспарлап қойған. Бірде ол тал етегінде отырғанда, Бекзатқа еркелеп, жаным, болашақта үйленген соң, екі ұл, бір қызымыз болғанын қалаймын. Ұлдарым сіз сияқты болса деймін, деген Асылымның асыл арманы орындалмасын білетін Бекзаттың өкініші тамағына келіп тығылды. Бірақ бұл жолы да Бекзаттың шындықты айтуға дәті бармады. Әне айтам, міне айтам деп жүргенде, 2 айда сымырап өте шықты. Қос ғашық талай таңды тал етегінде атырғанмен артық іске бармады. Бекзаттың бұл күні денсаулығы да нашарлай бастады. Асылымнан барынша бойындағы жазылмас дертті жасыруға тырысты. Асылым бүгін әдеттегідей алып ұшып кездесуге келгенде, әрдайым құшағын айқара ашып күтіп тұратын Бекзатты таппады. Көңілі алабұртып, мұндайы жоқ еді ғой. Менен бірінші келіп, мені күтіп тұратын Бекзатым қайда? Деп көңіліне қаяу түсті. Біраз күтті де Бекзаттың үйіне қарай бет алды. Алдынан бәйек болып жүгіріп жүрген Әсия апа шықты. Асылым-ау, келгенің мұндай жақсы болар ма еді? Анау ағаң бүгінде төсектен басын көтермеді. Не болғанын білмейм, қай жері ауырып жатқанды айтпайды деп, ана байғұс жылап жіберді. Асылым жүгіре басып, Бекзат жатқан бөлмеге кірді. Екі бүктеліп сөйлеуге шамасы келмей, бозарып жатқан. Сүйгенін көргенде Асылымның жүрегі тоқтап қалардай болды. Жаным, сізге не болды? Мен қазір әкеме айтайын, ауыл дәрігерін алып келсін деп, тұрып кетіп бара жатқан Асылымды Бекзат тоқтатты. Тоқташ, дәрігердің еш қажеті жоқ. Жақсы болып қалдым. Сен тек кетпе деп, Асылымның қолынан қысып ұстап алды. Көзі жасқа малынған Асылымды көргенде, Бекзат шындықты айтуым керек. Одан әрі жасыра алмаймын деген шешімге келді. Басын көтеріп, Асылым, саған бір нәрсе айтуым керек. Тек жыламаймын деп уәде берші, деді Бекзат ғашығының көзіне тіке қарап. Айтпаңыз, деп Асылым орнынан тұрып кетті. Мен сіздің өлуіңізге жол бермеймін деп, есіктің қасына сүйеніп жылап жіберді. Сен қайдан білесің? Қашаннан бері білесің деп, Бекзат орнынан әрең тұрып, Асылымның жанына келіп, мен көліктегі құжаттарды көрдім. Біраз уақыт болды. Сіз уайымдамаңыз, мен бір амалын табамын. Мен сіздің сараптамаларыңызды біраз жерге жібердім. Енді дәрігерлердің жауабын күтіп жүрмін. Бірі болмаса, бірі жауап берер. Әлемнің қай бұрышына болса да, бір үміт берсе болды. Барамыз деп, Асылым Бекзаттың құшағына кіріп, қатты құшақтап алды. Бекзат болса, Асылымның өзіне деген шынайы сезімі үшін Аллаға мың алғыс айтты. Бірақ бір жағынан сүйген адамына осыншама қайғы-мұң сыйлағаны үшін іші удай ашып барады. Сіз менің дұғамдасыз, деді Асылым көзінен аққан жасты сүртіп, әңгімесін әрі жалғап.
Мен ата-анамен сөйлесем, сіз де Әсия апамен сөйлесіп, бір-екі күнде құда түсіп келіңіз. Әзірге ешкімге сіздің дертіңіз жайлы ешкімге айтпағанымыз дұрыс. Әуелі неке қиып алайық. Шетелге кететін болсақ, некесіз әкем мені сізбен жібермес деп Асылым көптен бергі ойын жайып салды. Асылымнан бұндай ұсыныс күтпеген Бекзат өң мен түстің ортасында қалғандай не қуанарын, не қайғырарын білмей қалды. Жоқ, болмайды. Сен маған күйеуге шығуға міндетті емессің. Менің аз ғана ғұмырым қалды. Сенің тағдырыңды қыл үстіне қоя алмаймын деп Бекзат қанша Асылым жан-жары болғанын қаласа да басын ала қашты. Екінші маған бұлай демеңіз. Мен тек сіздікпін. Сізден өзгенің жары бола алмаймын. Мен сізге құда түсіп келетін күнді жақын арада айтамын деп Асылым кетіп қалды. Бұл сөздер Бекзатқа күш қуат беріп, өмірінің соңында жарқ еткен үміттей болды. Қараңғы түнекте бір сәуле пайда болып, Бекзатқа қанат бітіргендей, Асылым үйіне келіп, әке-шешесіне Бекзатқа көңілі барын, оған жақын арада күйеуге шықпақ ойы барын қалай айтарын білмей әбігерге түсті. Түскі ас үстінде бар батылдығын жинап, апа, сізге айтар сөзім бар деп әңгімесін бастады. Бекзатты білесіз ғой, Әсия апаның баласы. Ол кісімен сөз жарастырдым. Әкемен сөйлесіңізші, мен Бекзатқа тұрмысқа шыққым келеді, деді анасына. Қызының бұл сөздеріне таң қалған Бақыт апа, тұрмысқа шығамын дегеннес, әлі жассың ғой, 11 бітіргенің кеше ғана емес пе? Алдымен жоғары оқу орнына түсіп, бір мамандық иесі атанбайсың ба? Бетімен сөйлемей отыр. Оның үстіне әкең рұқсат бермейді, деді Бақыт апа қызының бетін қайтарып тастамақ болып. Жоқ апа, мен Бекзатты сүйем. Маған сіздердің рұқсаттарыңыз керек емес, деп Асылым бөлмесіне жылап кетіп қалды. Бақыт апа өз қызын өзі танымай қалды. Сонша асыққан нес, бұл қыздың әзірге сөйлесіп жүре тұруға болады ғой деп ас үйде сөйлеп жүр. Асылым болса не болса да Бекзатпен бір болуға бекінген. Қызының болмасынан қадалған жерден қан алатын қайсар мінезі бұл жолы да қайтпасын Бақыт апа білгенмен, отағасынан бұл жайлы қалай айтарын білмей дел сал күйге түсті. Оның үстіне Бекзаттың Асылымнан 9 жас үлкендігі де бар. Ойланып отырған Бақыт апаның тыныштығын Асылым бұзды. Апа, мен өзім сөйлесем әкеммен, тек сіз маған қолдау көрсетіңізші деп анасын құшақтады да үйден шығып кетті. Асылым әкесінің жұмыс жағына барып сөйлеспекші. Жол бойы әңгімені неден бастарын ойлап келе жатып, әкесінің жұмысына қалай жеткенін байқамай қалды. Асылымның әкесі ауыл әкімдігінде бас маман болып жұмыс жасайды. Зейнетке шықса да ауылына еңбек етіп жүрген сыйлы азамат бөлмесіне кіріп келген қызын көргенде таң қалды. Өй қызым, сен неғып жүрсің? Деді әкесі қызының маңдайынан иіскеп, әке, сізбен сөйлесуім керек. Тек ашуланбаңыз, жарай ма? Деген қызының қобалжып тұрғанын көрген Болат, айта бер, ботам, қорықпа, ашуланбаймын деп жұбатқандай болды. Әке, мен қалай айтсам екен, сіз рұқсат берсеңіз, тұрмысқа шыққым келеді деген сөздер Асылымның аузынан үзіліп шықты. Кеше ғана мектеп бітірген қызынан бұндай сөз күтпеді әрине. Әкесі үндемей отырған жерінде тастай қатып қалды. Асылымның да әрі қарай бір нәрсе деуге батылы жетпеді. Біраз үнсіздіктен соң әкесі, кімге, деді қызына қарап. Бекзатқа, деді Асылым басын көтерместен. Барда маған Бекзатты жібер. Дәл қазір келсін осында, деген әкесінің дауысы бұл жолы қатты шықты. Асылым жақсы дегендей кейіп танытып шығып кетті. Өкпесін қолына ұстап Бекзаттың үйіне жүгіріп барды. Бекзат аулада күндегідей темекі шегіп отыр екен. Бол, тұрыңыз, тез етіңіз, сізді әкем шақырып жатыр, тез келсін деді деп
Асылым амандаспақ болған Бекзатты қолынан сүйрелей жөнелді. Жол бойы Бекзатқа сөз бермей, сөзін сөйлеп келе жатыр. Әкеме мені қатты жақсы көрем деп айтыңыз, бақытты қылам деңіз, барынша сендіруге тырысыңыз, әкем қатты сөйлеп жатса, үндемеңіз деп аузы жабылмай келеді Асылымның. Тоқта жүрек, асықпа, деп Бекзат та ішінен қобалжып келе жатса да түр білдірмеуге тырысты. Міне, Бекзат Асылымның әкесінің алдында бір нәрсе білдіріп қойғандай төмен қарап тұр. Қызым саған күйеуге шықпақшы ма? Деді Болат қабағын түйіңкіреп. Иә аға, сіздің батаңызбен, әрине, деген сөзді әрең айтты Бекзат. Аға дейді ғой, ақымақ, деп Асылымның әкесі орнынан тұрып терезеге көз тастады. Бақшада қобалжып, тұрарға жер таппай тағатсызданып, әрлі-берлі жүрген қызын көргенде әке жүрегі сыз ете қалды. Кешке Әсия апаны алып кел үйге, құдалықта ақылдасайық, деген сөзді естігенде Бекзаттың бақыттан бас айналып, ауруын бір сәтке болса да ұмытқандай болды. Бекзат Асылымның әкесінің батасын алғанына қуанғанмен, ішінен бар шындықты айта алмағаны үшін ар ұяты маза бермей келеді. Қызының болашағынан үлкен үміт күткен әкеге менің әрі кетсе 4-5 ай өмірім қалды. Қалған ғұмырымды сіздің қызыңызбен ақ некеде өткізгім келеді деп қалай айтпақ. Әке жүрегі осы бір ащы шындыққа шыдай алмас шындықты білсе. Қызын бұндай сорақы тағдырға қия алмасы анық. Болашағы жоқ некеге қай әке ақ батасын берер дейсің деген ойлар Бекзатты жегідей жеп келеді. Не болса да Бекзат үмітсіз шайтан деп тәуекелге бел буып, Алладан үмітін үзбеуге бекінді. Үйге келе сала Бекзат апасына қуанышты жаңалықты жеткізді. Апау, дайындал, ақ түйенің қарны жарылар күн туды. Мен үйленетін болдым деп анасының құшақтап сүйіп алды. Әсия апа болса, құлыным-ау, кімге екенін айтпадың ғой. Төбемнен жай түскендей болды-ау. Не істесем екен? Құда түсеміз бе? Жоқ әлде қалай болар екен? Ойбой, тойға дым дайындығымызда жоқ қой деп Әсия апа әдеттегі ойбайына салды. Апа болды, уайымдамаңыз, той жасамасақ та болады. Неке қиып, құдалықтың жөн жоралғысын жасасақ жетіп жатыр. Асылым екеуміз келісіп шешіп қойғанбыз. Тек үлкендер батасын берсе болды деген баласының сөзін Әсия апа бөліп жіберді. Не дейді? Асылым дедің бе? Кәдімгі өзіміздің Асылым ба? Деп Әсия апа жылап жіберді. Иә апа, өзің күнде мақтауын асырып, ризашылығыңды білдіріп жүрген Асылым неге жылайсың? Өзің айтып едің ғой, Асылымдай келінім болса деп. Міне келін, дайындал енді. Құдалықта ақылдасамыз. Бекзат анасын қайта-қайта құшақтады. Шүкір Аллаға, шүкір. Осы күнге де жеттім. Асылымнан артық кім маған келін болар дейсің? Ботам-ау деп Әсия апа қуанғаннан жылап, ентігін зорға басты. Асылым да үйіне қуанып келді. Апа деймін, тұр, дайындалайық. Кешке Әсия апамен Бекзат келеді. Құдалықта ақылдасамыз. Әкем рұқсат берді, деген Асылымға Бақыт апа қалай рұқсат берді? Әкеңді жын соққаннан сау ма? Неменеге даурығасыңдар? Отырып қалған қыздай қуанып жүрсің ғой. Сонда сендерге менің ойым маңызды емес пе? Тимейсің. Ешқандай күйеуге басыңды қатырма. Күйеуге шығу ойыншық па саған? Деп Бақыт апа айқайлап жатқанда күйеуі кіріп келді. Әй, не шулап, үйді басыңа көтеріп жатсыңдар екеуің? Деді Асылымның әкесі дауысын сәл көтеріп. Сен қалай рұқсат бердің? Мына қызға күйеуге тиюі не теңі? Одан да оқуға түсудің қамын ойламай ма? Деп анасы әкесіне бас салды. Жүр, бөлмеге сөйлесеміз. Деді әкесі ашуланып тұрған әйелінің жанына жайғаса. Қыз деген жат жұрттық, ерте кеш пе бұл үйден шынын айтқанда өз үйінен кетеді. Бұл өмірдің заңы, кетем деген қыздың етегінен ұстама деген де бар. Дәл қазір қарсы болып бақытын байласақ, кейін бақытсыздыққа ұшыраса, бізді кінәлайтын болады. Сол кезде не істейміз?
Қателессе, бұл өз шешімі, пешенесіне жазғанын көрер. Біздің ата-ана ретіндегі міндетіміз қандай жағдай болса да қызымызды қолдау. Оның үстіне Бекзат та жаман бала емес. Көз алдымызда өскен, ол тәрбиелі. Мен 2 балама да сенем деген күйеуінің бір ауыз сөзіне Бақыт апа тоқтап иланды. Кешкісін Әсия апа мен Бекзат Асылымның үйіне барып, құдалықтың жөн-жоралғысын ақылдасты. Дастархан басында Бекзат пен Асылымнан бақытты ешкім болмады. Бір-біріне ұрлана қарап, көз қарастарымен түсінісіп отырды. Кенет ойламаған жерден Бекзаттың көзі қарауытып отырған жерінде жағдайы күрт нашарлап кетті. Қызулы әңгіменің әсерінен Асылымнан басқа ешкім байқамады. Бекзат орнынан сүйретіліп тұрып, сыртқа бет алды. Асылым болса артынан шығып кетті. Бекзат Асылымның тізесіне басын қойып, екеуі даладағы орындыққа жайғасты. Тыныс алуы қиындап, бір жұтым ауаға зар болғандай бозарып жатқан сүйгенін көргенде, Асылымның жүрегі қақ айырылардай болды. Жаным, бұлай болмайды. Дәрігерді шақырайықшы өтінем. Сізден қорқып отырмын деп жылап жіберген Асылымға Бекзат: жүрек уайымдама. Бәрі жақсы. Бұл күндегі жағдайым ғой. Сәл осылай жата тұрсам болды. Өз-өзіме келем деп сүйгенін жұбатқандай болды. Аздап таза ауа жұтып, ентігін басқан соң, Бекзат өз-өзіне келіп: жаным, жаман айтпай, жақсы жоқ. Менің жағдайым саған мәлім. Сенің кез келген жағдайға дайын болғаныңды қалайым. Егер бас тартам десең, әлі де кеш емес. Мен сені кінәлап жазғырудан аулақпын күнім, деген Бекзаттың сөзіне Асылым: сіз не деп айтып тұрсыз? Мен сізден қалай бас тартпақпын? Ақылға қонымсыз әңгімелермен мені ренжітпеңіз, деді өкпелеп. Не болса да анам саған аманат деп Бекзат сүйгенін құшағына қысты. Жақсы, ал мен сізге аманатпын. Мені орта жолда тастап кетуге құқығыңыз жоқ, деді Асылым еркелеп. Асылымға салса, Бекзаттың құшағында осылайша мәңгі отыруға бар. Сүйгеннің сәбидей исін құштарлана иіскеп отырған Бекзат та дәл сол минуттарда өзін бақытты сезінді. Екі жақ ақылдаса келе, құдалықтың күнін белгілеп, той болмай-ақ қойсын деген екі жастың дегеніне құлақ аспады. Бақыт апа жалғыз қызымды ұзатамын деп дегеннен қайтпай қойды. Әсия апа болса, менің Бекзаттайымнан басқа кімім бар? Бір баламның тойын жасамасам, мына боқ дүниені несіне жинадым? Бекзаттың анасы да бой бермеді. Екі ғашыққа келіспеске амал қалмады. Тойдың қамы деп жүріп, Бекзаттың денсаулығы нашарлай түсті. Бірақ бұнысын ешкімге білдірмеуге тырысты. Асылым болса, бірнеше шетелдегі емханалармен сөйлесіп, тойдан кейін бірден шетелге кетпекші. Соңғы күндері мүмкін Асылымның әкесіне шындықты айтуым керек пе еді. Алда-жалда бір нәрсе болып келмеске кете барсам, Асылымның әкесі не ойлар екен мен жайлы? Құдайға да бұл өтірігім жақпас. Қызының қандай жағдайда тұрмысқа шыққалы жатырғанын білуге құқығы бар ғой. Кез келген ата-ананың деген ойлар миын шырмап алды. Не де болса, Асылымның әкесімен ашық сөйлеспекші болды. Шынында өмір неткен қызық. Иә, өмір мен өлімнің арасында арпалысып жүргенімде тағдыр маған Асылымды сыйлады. Ол құтты менің құтқарушы періштем сияқты. Оған қарасам, өмір сүргім келеді. Кейде бұл махаббатқа лайық емес сияқты көрінем. Мына бойымды дендеген ауру түбі мені жеңері анық. Менің жоқтығымды Асылым қалай жеңер екен? Сізсіз өмір сүре алмаймын дейді үнемі. Бірақ өлгенің артынан өлмек жоқ. Бұл өмірде жоқтығыма көнеді. Көнбеске амалы бар ма? Иә, қиналар, сағыныш деген сары уайымның тұтқыны болар. Мүмкін мені сүйгендей ешкімді сүймес, бірақ өмір сүреді, үйреніп ақ кетеді. Уақыт емдер деген ойларымен өз-өзіне жұбатқандай болып, Асылымның әкесінің жұмысына келді.
Болат аға далада отыр екен. Шамасы түскі үзіліске шыққан түрі болар. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам балам. Қашанғы маған аға дейсің? Деді Болат Бекзаттың қолын алып. Кешірерсіз әке, деді Бекзат. Бұл сөзді ол алғаш рет айтып тұр. Бекзаттың өз әкесі Бекзат анасының құрсағында жатқанда келместің мекеніне аттанған болатын. Неткен жылы сөз деп, Бекзат ішінен бұрын соңды кешпеген күйді басынан өткізді. Я балам, әке де, енді мен де сенің әкеңмін. Бұдан былай деп, Болат аға Бекзаттың арқасынан қақты. Сізбен сөйлесуім керек еді, деді Бекзат. Маңызды нәрсе бар, айтуым керек. Айта бер. Болат аса сабырлықпен жауап берді. Әке, мүмкін менің қазір айтқан сөздерімнен кейін сіз Асылым екеуміздің екі жарты бір бүтін болуымызға қарсы боларсыз. Бірақ менде басқа амал жоқ. Айтуым керек. Асылым екеуміздің ақ некеміз өтіріктен басталғанын қаламаймын. Мен үшін Асылым бұл өмірдегі барым мен нарым. Сол себепті мен оның ата-анасын алдап, яғни сізді алдап, бұл некеге қадам баса алмайтынымды түсіндім. Мен науқаспын. Әрі кетсе 4 айлық ғұмырым қалды. Асылым екеуміздің асығыс шешім қабылдауымыздың себебі осы. Бәлкім мен сіздің көзіңізге өзіңізше тек өзін ойлап қалған жан болып көрінермін. Бірақ менің Асылымға деген көңілім мен махаббатым шексіз. Егер сіз қарсы болсаңыз, мен тура ертең анамды алып ауылдан кетем деп, сөзін аяқтаған Бекзаттың иығынан ауыр жүк түскенде болды. Болат аға болса, Бекзатты мұқият үнсіз еш бөлмей тыңдады. Сәл үнсіздіктен соң, кімнің қанша ғұмыры барын бір Алла ғана біледі. Үйіңе қайт. Мен жұмысыма оралайын деп, кетіп бара жатқан Болат ағаға Бекзат: әке, батаңызды беріңіз, деді. Нақты жауабын есіткісі келіп. Мен батамды беріп қойғам. Бата деген кері қайтарылмайды, деді Болат аға. Бекзат бір жеңілдеп қалды. Зіл батпандай ауыртпашылықтан құтылып, еркін тыныс ала бастады. Асылымның әкесі кабинетіне кіріп, көзінен еріксіз сөгіліп жатқан жас қыз үшін бе, жоқ әлде ауыр дерттің құрбаны болған Бекзат үшін бе? Оны Болат ағаның өзі де білмеді. Тек жүрек тұсы сыздап, қызым-ау, тағдырың осынша қиын ба еді? Қайтейін, құлындарым-ау деп ауыр күрсінді. Екі жастың асыға күткен тойлар да өтті. Ақ некелерін қиып, Бекзат пен Асылым ерлі сайыпты атанып шыға келді. Кеше ғана тай құлындай ойнақтап, үйінде еркелеп жүрген бойжеткен басына ақ орамал тағып келін атанды. Әдетте сүйгеніне қосылып, армандаған той көйлегін киген барлық қыз баласы бақыттан бас айналып жүрмей ме? Бірақ Асылым бар жан дүниесімен қуана алмады. Оған себеп Бекзаттың жағдайы күннен күнге ауырлай түсті. Оның үстіне шетел емханаларынан да хабар келе қоймады. Күн өткен сайын солып бара жатқан күйеуін көрген Асылым үшін өмірінің қара жолағы басталды. Бекзаттың ауруы белең алып, ұстамасы ұстап, екі бүктеліп жатып қалған кез. Асылым өзін қоярға жер таппай безілдейтін еді. Бекзат болса Асылымның алдында өзін кінәлі сезініп, тауы шағылғандай күй кешетін. Асылым мен Бекзат Әсия апаға жұмысты реттеп келеміз деп, сылтауратып Алматыға емханаға келді. Қабылдай алмаймыз. Дертінің емі жоқ деген дәрігердің сөзіне иланбай, Асылым жылап жүріп, Бекзатты ауруханаға жатқызып, өзі қасына орналасты. Бекзат іштей бұл өмірмен қоштасып та қойған. Оны осы күнге жеткізген Асылымның махаббатымен өшпеген үміті еді. Ауруханада жатқанына бірнеше күн өткенде Бекзат: жаным, апама бәрін айтатын кез келген сияқты. Сен ауылға барып, ол кісіні алып кел, деді Бекзат.
Күтпеген жерден апамды уайымдатып қайтесіз, әлі жақсы болып кетесіз, деді Асылым күйеуінің сөзін елемегендей. Тыңдаш жаным, жалған үміттің жетегінде кетіп бара жатқандаймыз. Шындыққа тура қарайық. Сен де кез келген жағдайға дайын болш, деді Бекзат бұртиып терезеге қарап тұрған Асылымды арқасынан келіп құшақтап. Сіз әлі де біраз шыдауыңыз керек. Себебі әке атанасыз. Бұйырса баламыз үшін күресуіңіз керек, деген Асылымның сөзіне сенер сенбесін білмей Бекзат абдырап қалды. Қуаныштан шымба деп әйелін құшақтай берді. Дәл осы күні бұл әлемде Бекзаттан бақытты жан болмады. Жатса да, тұрса да, Алладан баламды бір иіскеп кетуіме мүмкіндік берші деп тілейтін болды. Жаным, сіз сәбиіміздің ұл болғанын қалайтын шығарсыз, деді бірде Асылым. Кім болатыны маңызды емес, дені сау, ғұмыры ұзақ болса жеткілікті, деді Бекзат әйелін құшақтап, аурумен алысып. Міне, ауруханада жатқанына да бір ай болды. Таңертең дәрігер келіп, ертең шығаратынын, бұдан әрі ауруханада ұстай алмайтынын айтып кетті. Асылымның бұл жолы келіспеске амалы қалмады. Енді не істер екенбіз деп ойланып отырғанда, Асылымға көптен күткен хабарлама келді. Сонау оңтүстік Кореяның беделді емханаларының бірінен сіздерді қабылдауға дайынбыз. Келе берсеңіздер болады. Құлан тазан айығып кете алмағанымен жағдайын жақсартуға көмектесеміз деген бір ауыз хабарлама Асылым мен Бекзаттың өмірінде қара түнектен шығар жолда пайда болған жарық тәрізденді. Мен сізге айттым ғой, Алла дұғамызды кері қайтармайды деп. Мен сезгем, бұйырса бәрі жақсы болады деп Асылым қуанып жүр. Үлкен кісілердің батасын алып, Бекзат пен Асылым шетелге ұшты. Қаржы жағынан Асылымның әкесі барынша қолдау көрсетті. Кетер алдында Бекзат Әсия апаға барлық жағдайды ашық айтты. Естіген шындық Әсия апаны есеңгіретіп жіберді. Баласы үшін уайымдап, тақымын қысып, тілеуін тілеп қала берді. Кореяға бара сала, дәрігерлер Бекзатты толық тексеруден өткізіп, жағдайының ауыр екенін айтып, дегенмен де қолдан келген бар амалдарын жасады. Бекзат Корея емханасында 3 ай ем-домын алды. Бұл уақыт ішінде Асылым қолынан келгенше қолдауын көрсетіп, күш-жігер беріп қасынан табылды. 3 ай ішінде Бекзатқа 2 ота жасалды. Бірінші отасы сәтсіз өтіп, тауы шағылғанымен, екінші ота сәтті аяқталды. Дәрігерлер құлан таза аурудан айықтырмағанымен, Бекзаттың дертіне аз уақыт болса да тұсау салды. Қазақстанға қайтарда дәрігер Бекзатқа жыл сайын тексерілуге келу керектігін қадап айтты. Міне, 3 ай дегенде Асылым мен Бекзат өз жерлеріне, туып өскен ауылдарына келіп жетті. Әсия апа болса, біресе баласын, біресе келінін сүйіп, сағынышын басалар емес. Ауылдың үлкендерін жинап, мал сойып, Құран оқытып, құрбандық шалды. Асылымның да іші әжептәуір көрініп қалған еді. Әсия апа бар дәмдіні келіннің алдына тосып, зыр жүгіріп жүр. Бекзат болса, бұрынғыдай емес, түр келбеті ретке келіп, бетіне қан жүгірген. Үйде құр жатып жалыққан Бекзат қайнатасының қасына жұмысқа тұрды. Жыл сайын Кореяға барып, кезекті ем-домын алып жүрді. Асылым екеуі 2 қыз, 1 ұлдың ата-анасы атанды. Әсия апа болса, немерелерін бағып, қызықтарына тоймай жүр. Содан бері арада 18 жыл өтті. Асылым Бекзаттың құтқарушы періштесі іспетті. Бекзаттың 6 ай ғұмырын ұзартқан. Әуелі Алла болса, екінші Асылымның құдіретті, шексіз махаббаты еді. Кейде махаббаттың алмайтын асуы, жеңбейтін қиыншылығы жоқ сияқты көрінеді. Кей махаббат адамды айықпас дерттен айықтырса, кей махаббат адамды ауру қылады. Ал Асылымның махаббаты ұлы махаббат еді.
Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды, өмірден түйген кеңестеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.